Сәлем. Осы біз Жапонда болғанымызға 7-8 жылдың көлемі болып қалды. Осы жыл уақыт аралығында бізде басымыздан өте көптеген қызықты оқиғалар өткен болатын. Сол оқиғаларды белгілі бір серияларға бөліп айту идеясы келген болатын. Сол бүгінгі сериямызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздерге мен жапондықтардың екінші өмірі қашан басталады деген сұраққа айтқым келіп тұр. Мен әрине Жапонда ондай бір Жапонияға, жапон халқына баға беретіндей бұл жерге әлі сіңісіп кеткен жоқпын. Бірақ сонда да менің бақылауларымнан осындай нәрселерді айта аламын деп ойлаймын. Бірақ ол менің ғана көзқарасым. Жапондықтардың екінші өмірі деген кезде мысалы әр жыл сайын 100% адам 100% бакалавр студенттері университет бітіреді деп алған кезде олардың 90-95% шамасында бәрі де жапондық компанияларда жұмыс жасайды. Яғни ол бір қатып қалған жаңағыдай дәстүр сияқты да. Ол жапондық балалардың 20-21 жастағы балалардың миында, яғни олар біз қоғамға қызмет көрсетуіміз қажет деп ойлайды. Қоғамға қызмет етуіміз қажет деген сияқты идеология қалыптасқан. Яғни олар сол Жапонның жаңағыдай әлемге әйгілі техникасы бар, машинасы бар, әртүрлі құрал жабдықтары бар, қызмет көрсетуі бар деген сияқты. Яғни қоғамға қызмет етуіміз керек деп ойлайды. Сосын белгілі бір жасайды, бір компанияларда адамдар 50 жыл, 40 жылға дейін жасайтын уақыттарда болады. Одан кейін 60 жастан бастап олар пенсияға шығады, зейнеткерлік жасқа жетеді. Одан кейін барып олар өзі үшін өмір сүреді. Мысалы, қазір шетелдіктерде жапондықтардың икигай деген сияқты бір терминдері, түсініктері кеңінен таралып жатыр ғой. Мысалы, біздің Қазақстанда оны жалпы әлемде сол адамдар икигайын 20 жасында, 25 жасында, 30 жасында тапқысы келеді. Әрине сондай жаста тапса ол жақсы да. Бірақ жапондықтар ондайға асықпайды, себебі икигай деген нәрсе ол ерекше түсіністікпен өмірді бақылағаннан келеді деп ойлайды. Сосын олар 60 жасынан бастап өзінің жан қалауын жасайды. Демек олардың екінші өмірі басталады. Олар яғни бірінші университетін бітіріп, компанияда жұмыс жасап, мемлекетке қызметін көрсетіп, белгілі бір дәрежеде әке-шешесінің алдында қарыздарын өтеп деген сияқты. Одан кейін барып 60 жастан бастап өздерінің екінші өмірін, яғни жан қалауын жасайды. Мысалы, Жапонда біз бір көрмеге барған болатын. Сол кезде ана жерде жазылып тұрды, бір кісі асхана ашқан екен, ресторан ашқан екен, яғни ол өзінің менің қалауым болды деп. Сөйтіп мынандай барабанда ойнап мен ана стористарға салған болатын. Егер тапсам мына жерге қайта қойып қоямын. Сол кезде бүйтіп барабанда деген ерекше бүйтіп расымен де бір ерекше көңіл күймен ойнап жатыр да. Сол кезде түсінесің, расымен де өзінің жан қалауын жасап жатыр деген сияқты. Мысалы, өткенде бір қазақстандық бір блогердің айтқанын естіп қалдым да. Адамдар деген жұмыс ауыстырудан қорқады, бір жерде 30 жыл, 40 жыл жасайды. Ол 30 жыл, 40 жыл жасағандағы себебі ол өзінің қазіргі тілмен айтқанда комфорттық зонадан шыққысы келмейді деген сияқты бір терминдер алды. Сол кезде мен дәл сол уақытта жапондықтарда маған ойы сарт етіп келді да. Жапонда керісінше бір жерде жұмыс істеп, 40 жыл, 50 жыл жұмыс жасап, мемлекетке қызметімді жасаймын деген оймен жасайды да. Ол комфорт зона мынандай деген сияқты түсінік жоқ. Ол мен қызметімді жасадым, адал өтеуім керек деген сияқты, тұрақты болуым керек деген сияқты. Сондай түсініктер бірінші менің ойыма келеді, жаңағыдай комфорт зона емес. Осыны айтқым келеді. Одан кейін тіпті компанияларда осынша ұзақ уақыт жасап жүріп, 60 жасқа зейнеткерлікке шыққан уақыттан бастап, олар қайтадан сол жұмыс орнын жалғастырса болады да. Бірақ уже уақыт жағы шектеулі болады деген сияқты. Зейнеткерлер аптасына осынша сағат қана жұмыс жасай алады деген сияқты өзінің нұсқаулықтары бар. Сондай жұмыс жасап жүреді. Ол жаңағыдай екінші өмірінде сол мемлекетке қызмет өтеумен жалғастырады. Ал екінші бір адамдар болса өзінің жан қалауы болып әртүрлі музыкалық инструменттер жасайды, асханаларын ашады, болмаса саяхаттайды деген сияқты әртүрлі нелер бар. Аянда бір
жапондық атаға, жаңағы инструмент жасайтын атаға өзінің номерасын апарып көрсеткен болатын. Ол кезде ана кісі сондай сүйсініп бүйтіп қарап не қылды да, сосын ана кісі аян сұрады да, сіз бұрыннан бері жасайсыз ба осы домбыраны деп. Сол кезде ана кісі жоқ, ол оның алдында жаңағыдай бір компанияда бухгалтер ма сондай бір қызмет атқарған екен. Одан кейін зейнеткерлікке шыққаннан кейін осындай аспаптарды жасап жүр екен. Сөйтіп ол кісі айтады да, мен сол жан қалауымда жасап жүрмін, күнде түнде ұйықтаған кезде азанда оянуға асығам деп айтады екен да. Осы қызметті жасауға, жаңадан бір инструмент жасауға мен асығып тұрам, күнде оянуға, ұйықтамастан бұрын оянуға асығады екен да. Сол осы жағдайды айтқым келіп тұр.